Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеоны сіздер ешқандай өткізбей соңына дейін көруге міндеттісіздер. Себебі мен бүгінгі видеода қалай жарты сағатта $5 тапқанымды айтатын боламын. Яғни $5 деген Қазақстан теңгесімен 2100 теңге. Bir күнде 10-15 долларға ол сайттан ешқандай қиналмастан табуға болады. Видеоны көрсеңіздер мен қалай ол ақшаны тапқанымды барлығын көресіздер. Бірақ оның алдында мен кішкене бір Telegram бот жайлы айтып кететін боламын. Одан кейін сол сайт жайлы айтамын. Видеоны өткізбей соңына дейін көрсеңіздер барлығын түсінесіздер. Сайт сәл қиындау, сол үшін видеоны өткізбеулеріңіз керек. Ал енді видео басталмас бұрын каналға тіркелеміз, осы видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Ал енді Telegram бот ол Shiba Inu деп аталады. Дәл қазір бұл бот ақша төлеп тұр. Бұл жерде сіздер қалай ақша табасыздар? Қараңыздар, ең бірінші Shiba бонус алсаңыздар болады. Әр сағат сайын сізге менде әр күн сайын, яғни әр күн сайын сізге бонус береді. Мен бүгінгі бонусты алып қойғам. Примерно қанша бонус берді? Маған 934 Shiba Inu берді. 934 деген Shiba Inu қазір қанша болатынын мен көрсететін боламын. Одан бөлек бұл жерде сіздер қалай ақша тапсаңыздар болады. Одан бөлек достарыңыз шақырсаңыздар болады. Одан кейін смотреть баннерді баннер көрсеңіздер болады. Әр баннер көргенге 40 Shiba Inu береді. Получиту дәл осылай алып отырасыздар. Міне көргендеріңізде осылай Shiba Inu'ларды алып отырасыздар. Ал одан бөлек партнерский программа бар. Яғни өзіңіздің достарыңыз шақырсаңыздар болады. Міне 39 дос шақырған мен 1000 Shiba Inu береді әр досыңызға. Ал екінші уровенге 500 Shiba Inu, үшінші уровенге 400, яғни ол екінші, үшінші уровень деген, яғни сіздің досыңыз тағы да досын шақырса, оған 1000 Shiba Inu береді. Общем, қазір жақсы төлеп жатқан бот. Қазір мен сіздерге Shiba Inu CoinMarket'тен көреміз, қанша екенін және де қанша болатынын барлығын көретін боламын. Міне Shiba Inu басамыз. Міне қазіргі ценасы 4.05. Ал енді қараңыздар, сіздер астындағы ссылканы басқан кезде сіздерде дәл осындай экран шығарды. Сіздер бұл сайтқа логин или регистр деген басасыздар. Басқаннан кейін өздеріңіздің email адрестеріңізді жазасыздар. Мен яғни қазір жазамын. Қараңыздар. Одан кейін просто алып келіп мына жерге қоямыз. Міне көргендеріңізде менің Gmail'ыма хат кетті. Ана капчаны көргендеріңізде дәл солай толтырасыздар. И мен Gmail'дан хатты ашып сол жақтан кіретін боламын. Енді қараңыздар, Shiba Inu'ның ценасы 4.05, яғни сіз әр күн сайын 1000 Shiba Inu аласыз, және дос шақырғаныңызға 1000 Shiba Inu аласыз. Баннер көргендеріңізге тоже Shiba Inu аласыз. Примерно 50.000 Shiba Inu'ңыз, сіз 50.000 жинау қиын емес, $2,5 болады. Прикиньте, 50.000 Shiba Inu $2,5 болады. $2,5 деген примерно біздің ақшамен санаған кезде 1000 теңге. Өте жақсы деп ойлаймын. Сол үшін осы Shiba Inu'ның ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Жаңағы сайттың да ссылкасы осы Telegram каналда болады. Міне Gmail сразу таңдады. Мен Чимкент, Қазақстан, Google мен далее басамын осы жерден. Одан кейін мен сайтқа лақтырады. Дәл осы сайтта мен сіздерге бүгін қалай ақша табу керек екенін көрсетемін. Тағы да капчаны толтырамыз. Міне капча тағы да толтырдым. Окей, верификация жасап болдыңыз деді. Яғни біз барлығын бітірдік. Енді сайтқа кіру ғана қалды. Одан кейін жаңағы окей деген знак шыққаннан кейін мен міне сайтқа қайтып оралдым. Менде уже сайтта сіз барлығын істеп болдыңыз. Continue басыңыз деп тұр. Мен Continue басамын. Міне сайтта мен бармын уже. Менде дәл қазір 0 points, және де бұл жерде қазір қалай ақша табуға болады, барлығын көрсететін боламын. Ал енді қарасаңыздар, менде қазір 30 points болды. Мен 30 points қалай алдым? Мен просто никнейм жаздым, өзімнің никнеймін жаздым, сосын биткоинға кіріп көрдім. Қазір мен сіздерге түсіндірем қалай ары қарай поинтстар жинауға болатын. 500 поинт жинасаңыздар, ол деген примерно $5. 500 поинт жинау бұл жерде қиын емес, жаңа сайт, сол себепті барлығына щедро төлеп жатыр. Тек қана осы возможностьті бізге ұстап қалу керек. Ал енді барлығымызға түсінікті болу үшін терезені обновить русскийға қойып аламыз. Міне дәл қазір маған өзіңіздің персональный данныйыңызды твиттерде толтырып 25 points алыңыз деп тұр. Кеттік. Дәл қазір мен просто подключение твиттер деп басамын и твиттерімді осы жерге қосатын боламыз. Міне дәл қазір мен твиттерімді қосып болдым. Маған 25 балл берді. Құттықтаймыз деп айтып жазған. Дұрыс, құттықтағандар дұрыс. И продолжить деген басамыз біз. Бізге просто бір криптоны алып қою керек дейді. Қандай крипто алғыңыз келіп жатыр деген. Мен просто VeChain қоямыз. Маған сол кезде
осы сайттан вечейн өссе көтерілсе маған просто неме келіп тұрады. Үстіне хат сияқты келіп тұрады. Ценасын типа жазамыз. Кольцо 14. Ценасын қазір 18 болып тұр, қателеспесем. Міне сохранить холдинг бастық. Дәл қазір тағы да маған тағы да 25 балл берді. Дәл осылай балларды жинайсыздар. 500 балл жинау қиын емес. 500 балл деген тағы да айтамын, почти $5. Міне көргендеріңізде вечейн келді маған, $2,5 болады. Сатып алатын болсаңыз 0.18-ден деп ценасы келіп тұр қазір. Ал енді қараңыздар, мен кішкене біраз заданиялар орындап шықтым. Менде 122 points болды 8 сағаттан кейін. Менің основной счетыма түседі, яғни 8 сағаттан кейін сол менің жинаған 122 points'ым основной счетқа түседі. Основной счеттан шығарып алуға болады. Бұл жерде минимальный сумма шығаруға болатын 35 лунар. Яғни мен 122 points'ты ешқандай қиналмастан шығарып аламын. Міне 122 points тұр. 24 сағат ішінде деп жазылған. Және де 8 сағаттан кейін типа мына жаққа түседі деп жазылған. Міне мына жақта тұр 35 лунар деп. Міне перевестейтін болсақ русскийға. Міне сізге 35 лунар керек деп тұр бітіру үшін. В настоящее время сізде лунар жоқ, вам нужно 35 лунар, чтобы получить деп тұр. Бұл лунарды мен қай жерге шығаратынын, қалай шығаратын барлығын келесі видеода түсіріп көрсететін боламын. Сол себепті де дәл қазір регистрация жасап, жай ақша таба беріңіздер. Себебі ол үлкен возможность. Шынымен қараңыздар, қазір міне лунардың токенін көрсетемін сіздерге. Міне лунар деп жазсаңыздар, CoinMarketCap'қа токені шығады. Яғни дәл қазір $5 болып тұр екен. Яғни сіздер 500 лунар жинайтын болсаңыздар, ол $5 почти. $5 деген қазақ теңгесімен 2100 теңге. Ал ең көп болғаны $18 дейін барған. Сол үшін көтерілуі де мүмкін. Дәл қазір жинай берсеңіздер, мен келесі видеода барлығын қалай шығаруға болады, қай жерге шығаруға болады айтатын. Қай жерге шығаруға болатын қазір білгілеріңіз келсе, міне CoinMarketCap'тан лунар токен деп жазасыздар. Лунар токен шыққаннан кейін маркет деген басасыздар. Маркетте міне бізге қазір ZealSwap'та сатылып жатыр екен, Okcoin'да сатылып жатыр екен. Бұл биржа. Okcoin'нан сіз ешқандай қиналмастан $5-ыңызды өзіңіздің если шығара алсаңыз, картаға шығарып аласыздар. Немесе лунар жинасаңыздар, мен де лунар сатып аламын. Сол үшін маған лунарларыңызды лақтырсаңыздар, мен сіздерге ақшасын лақтыратын боламын. Сол үшін ешқандай қиналмасаңыздар болады. Сайтты енді мен біраз шұқыладым, біраз тексеріп көрдім. Өздеріңіз көргендей, менде дәл қазір 316 points, яғни мен жарты сағатқа жетпейтін уақытта 316 points жинап тастадым. Бұл өте жақсы, қуантады. Себебі бұл жерде бағанағыдай заданиялар шығып тұрады, 25 points береміз деп. Немесе өзіңіздің активіңіз үшін, яғни осындай посттарды просто крипто жаңалықтар шығып тұрады, соларды оқығандарыңыз үшін мен просто кіресіздер, орысша аударып аласыздар, оқып шығасыздар. Соны оқығандарыңыз үшін сіздерге points береді. Көргендеріңізде менде 316 points. Мен бұл жерде жарты сағатқа сәл жетпейтін уақытта шұқыладым бұл сайтты, біраз тексердім, басқа қалай ақша табуға болады деген сияқты. Енді көргендеріңізде активный болсаңыздар, бұл сайтта points береді екен. Қазір ол болашақта мысалы бір аптадан кейін бұл жерге клиенттер көп, адам көбейгеннен кейін уже points аз беруі де мүмкін. Сол үшін қазір пайдаланып алу керек.